Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен осындай мини пицца жасайтын боламыз. Керекті заттарды видеоның астына көрсетемін. Ең алдымен колбасаны ұсақ етіп, кубиктап турап аламыз. Туралған колбасаны ыдысымызға саламыз. Помидорды да кубиктап ұсақтап турап аламыз. Менде помидор үлкен болғандықтан тек жартысын ғана пайдаландым. Туралған помидорды да колбасаның үстіне саламыз. Соңында үккіштің үлкенінен ірімшікті, яғни сырды өткізіп аламыз. Бізде салмасы мен сыр дайын, енді батонды кесіп аламыз. Листқа пергамент төсеп, батондардың барлығын орналастырып шығамыз. Одан кейін үстіне кетчупты сеуіп, біркелкі етіп қасықпен жағып шығамыз. Салмамызды алдымен бір араластырып аламыз, одан кейін әр батонның үстіне салып шығамыз. Соңында сырды бетіне сеуіп шығамыз. градус қызып тұрған пеште 10-15 минутқа салып аламыз. Осымен біздің мини пиццаларымыз дайын, өте тез дайындалады, әрі дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Баршаңызға ас болсын.